Сәлем қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ешбір жерден жемеген балмұздақты пирогтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен 300 грамм ұнымызды және де сахарный пудрамыздың 80 граммын, 4 грамм разрыхитель, яғни қамыр қопсытқышымызды және 60 грамм талқанымызды қосып, араластырып, үстіне 120 грамм сары майымызды салып, өте жұмсақ қамыр шығуы қажет. Қолымызбен осылай мұжып араластырып алып, үстіне 90 грамм жұмыртқамызды саламыз. Яғни менде жұмыртқаларым кішкентай болғандықтан 2 жұмыртқа қостым. Негізі үлкен көлемдегі жұмыртқа болса, 1 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Дайын болған тестамызды, яғни қамырымызды холодильникке 20 минутқа жібереміз. Қамырымыз дайын болғанша кремін дайындаймыз. 300 грамм сливкемізге 80 грамм сахарный пудрамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде қою крем шығуы қажет. Креміміз қоюланғанда үстіне 2 дана жұмыртқамызды және 80 грамм сгущенкамызды, яғни қоюланған сүтімізді құйып, лопатканың көмегімен ешқандай миксерсіз араластырамыз. Тестамызды 22 диаметрлік формаға дәл видеодағыдай жайғастырып шығамыз. Дайын болған формамызға массамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Дәмі ерекше керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жеген адам екінші рет міндетті түрде жасап жейтіні сөзсіз. Бұны сатылымға қойсаңыздар да болады. Сол себептен бір рет жасап жеп көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін.
менің видеоларым ұнап жатса лүпіл басып комментарий жазуды ұмытпаңыз.